Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat. Әрбір момын мұсылман баласы, мұсылман адам Раббысына, Алла Тағалаға жақын болуды қалайды, соны аңсайды. Жәннатты аңсайды, Раббысымен қауышуды, Раббысымен жүздесуін, соны қалап, дұға етіп тілейді, соны күтеді. Ал енді осы дүние тіршілігінде, қазіргі біздің өмір сүріп жатқан жағдайымызда Раббымызға жақын болатын сәт, жақын болатын кез ол қандай? Ан Аби Хурайрата радияллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллама қал: Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Раваху Муслим. Абу Хурайрадан, Алла одан разы болсын, риуаят етілген хадисте ардықты пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын былай дегенін келтіреді: Алланың құлының Раббысына жақын болатын кезі, жақын болатын сәті оның сәжде жасап жатқан кезі. Олай болатын болса, дұғаларыңды көбейтіңдер дейді. Бұл Сахих Муслимде келтірілген хадис. Және Абу Хурайрадан келген тағы бір хадисте ардықты пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын сәжде кезінде мынадай бір дұға жасайтындығын естігендігін бізге келтіреді. Ей Аллахым, ей Раббым, менің барлық күнәларымды кешіре көр, үлкенін де, кішісін де, әуелгі жасаған және ақырғы жасаған күнәмді, жасырын жасаған және жария жасаған күнәмді кешіре көр деп сәждеде дұға еткендігін естіп, соны бізге риуаят етіп жеткізеді хадисте. Құрметті жамағат, ғалымдар, хадистанушылар, ғұлама ғалымдар айтады: нәпіл ғибадаттарда, нәпіл намаздарда, өзіңіз жеке намаз оқып жатқан сәтіңізде барынша сүннеттерде, сәжде сәтінде қосымша дұғаларды айтыңыздар, дұғаларыңызды аямаңыздар, Алладан қалағандарыңызды сұраңыздар дейді. Және де егер ол жасайтын дұғаңыз Құран кәрімнен алынған, аяттардан алынған дұғалар болса, және пайғамбарымыздың айтып жүрген дұғаларынан болса, міне сол абзал дұғалардың бірінен екен. Олай болатын болса, біз дұғаларымызға берік болайық, намаз сәтін пайдаланайық, және Раббымызға жақын болған сәтімізді пайдалана отырып, Алладан сұрайтынымыздың барлығын тілейік. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.